Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен, баяғы бір заманда отбасы болыпты. Олардың бір қызы дүниеге келіпті. Оның ай десе аузы, күн десе көзі бар, өте әдемі болыпты. Өсе келе өнерлі болыпты. Өлең жазыпты, түрлі әсем бояулармен сурет салыпты, кітап оқыпты, әңгіме жазыпты, түрлі өнердің иесі болып өсіпті. Әке-шешесі оны қатты жақсы көріпті. Әжесі ертегі оқыпты, атасы қасына алып жүріпті. Мектеп оқыпты, университет оқыпты, магистратура оқыпты. Бірақ жоқ іздепті. Жоғы жоқ. Бақыт па, әлде махаббат па? Қуаныш па, әлде басқа нәрсе ме? Осылай іздеп жүрген кезде тұрмыс құрыпты, балалы болыпты. Жоғы әлі жоқ. Бір күні іздеп жүрген кезде Елжас ағайдың марафонына келіпті. Ағай ол жақта сендердің 5 жылдық өмірлерің қалса не істер едіңдер деп сұрапты. Әрі ойланыпты, бері ойланыпты. Қиын сұрақ екен. Ойлана келе, мен адамдарға бақыт сыйлаймын, олардың ойын өзгертемін деп әңгіме ертегі жазуға бекініпті. Содан бері бұл дүниеде кім жоқ іздесе, осы ертегіден жауап табатын болыпты. Ол қыздың өзі де өз жауабын тауып мұратына жетіпті. Құрметті YouTube каналымның тұрақты көрермендері, бүгін сіздерге арнап керемет бір айдардың тұсауын кескелі отырмыз. Бақытқа бір қадам деп аталатын айдарымызда қазірге дейін менің марафондарыма, онлайн курстарыма, жалпы семинарларыма қатысып, немесе кітабымды оқып, өмірінде қандай да бір өзгеріске қол жеткізген, немесе бақытқа алғашқы қадамды жасаған менің оқырмандарым, жалпы шәкірттерімнің өмірін сіздермен бірге сөйлесетін боламыз, олардың өмірлік тәжірибесін сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Егер сіз де бізбен бірге бақытқа қадам жасағыңыз келсе, біз сіздерді күтеміз. Алуа ханым, қош келдіңіз. Жаңа өзіңізді іздеп, жалпы өзіңіз табу барысында осы ертегіге келіп тоқталуыңыздың басты себебіне, осыған сізге не түрткі болды? Бұл ертегіні жазуға бір ғана нәрсе түрткі болды деп айта алмаймын. Негізі бұл өмір өзі соған дайындаған сияқты. Себебі кішкентай кезімде әжем көп ертегі айтатын, ертегі естіп өскен баламын. Одан кейін университетке келгенде де менің дипломдық жұмысымның өзі ертегіге байланысты болды. Ауыз әдебиеті, осы фольклорлық әдебиеттің бастапқы және аяққа шейін болды. Одан кейін магистратурада соны осы ертегіні ары қарай жалғастырдым. Ертегінің теориясын көп оқығаннан кейін неге ертегіні өзіме жазбасқа деп ойладым. Себебі мен сізге қазір сұрақ сұрасам, балалық шағыңыздың ертегісі десем, қандай ертегі ойыңызға келеді? Балалық шақтың ертегісі десе, шынымен қызық сұрақ. Сол не келетін шығар, бауырсақ келетін шығар, ата әжесінен қашып, барып ең соңында түлкіге жем болған деген секілді. Қандай кейіпкермен өзіңізді ұқсастырасыз десем, мүмкін бауырсақпен деп ойлайсыз. Қазіргі сіздің өміріңізде мысалы сондай ешкімге тәуелді болмай, мүмкін өзіңізді реализовать еткіңіз келетін шығар деген сияқты. Негізі адамдардың көбісі өзін белгілі бір әңгімедегі кейіпкерге немесе ертегідегі кейіпкерге теңеп өсетін болғандықтан, ертегінің адамның өмірінде өте үлкен рөл атқаратындығын және өмірін өзгертетініне көзім жеткеннен кейін қайтадан осы өзім жазуға және ертегімен толық айналысуға бел будым. Жалпы ертегі деген кезде ертегіні біздің балалық шақпен байланыстырып жатырсыз ғой. Сол балалардың өміріне, олардың тәрбиесіне, тұлға болып қалыптасуына осы ертегінің қандай пайдалары бар? Нақты бірнеше пайдасын айтып өте аласыз ба? Ертегінің ең үлкен пайдасы бұл ата-ана мен баланы қатты жақындатады. Себебі мен сізге бағана балалық шағыңыздың ертегісі деген кезде тек қана ертегі ғана ойыңызға келген жоқ. Сіздің сол жерде айтқан адам, сол жерде болған иіс, барлығы көзіңізге елестеді. Ал осы балаларға ертегі айтатын адам өте жақын болады. Себебі бұл бір ритуал, біздің қазақ елінің тәрбие методының бірі деп айтсақ болады. Сондықтан да жол бастар ретінде ертегі өте үлкен әсерін тигізеді балаға.
Жалпы балалардың бойындағы кейбір жағымсыз қылықтармен жұмыс істеу барысында немесе баланың бойына өзіміз қалаған жақсы қасиеттерді сіңіру барысында ертегінің рөлі қандай болмақ? Бұны қалай қолдана аламыз инструмент ретінде? Бір қызығы балалардың көбісі, тіпті бәрі дедім, ертегіні өте қатты жақсы көреді. Ертегіні тіпті сұрайды. Осы кезде мынау ертегі арқылы, қазір ертегі терапия деген бар, сказка терапия, осы 30 жыл бұрын қалыптасқан бір термин психологияда, балалар психологиясында әсіресе. Бұл ертегі арқылы бала тыңдап отырған кезде кейіпкерді өзі деп ойлап отырады. Мынау менмін деп. Сіз жаңа бауырсақты менмін деп ойлаған сияқты, яғни менмін деп осы тыңдап отырады. Сол кезде бұл кейіпкерге жаман бір нәрсе болып қапты, осы жаман әдет үшін. Болмаса жақсы әдетін жақсы болып, одан кейін осындай үлкен бір нәтижеге қол жеткізіпті, болмаса жемісін көріпті деп айтсаңыз, бала өзін осы шақта тұрып, мына біраз уақыт өткеннен кейін қандай бір іс-әрекеті, осы бір іс-әрекеті жаман болса жаман нәтиже алып келетін, жақсы болса жақсы нәтиже алып келе алатын мысалды түрде көреді. Сол үшін бұл ертегінің әсері оқыту барысында, болмаса айту барысында, тәрбиелеу барысында осындай болмақ. Жалпы менің түсінгенім бойынша ертегі деген бұл балаға тікелей тәрбие беруден гөрі жанама жолмен баланы тәрбиелеудің бір керемет бір әдісі ғой негізінен. Тамаша. Енді ертегінің пайдасы жайында айтып жатырмыз ғой. Ертегінің зиянды тұстары бар деп айта аламыз ба? Немесе балаға зияны тиюі мүмкін ертегілер деген категория қарастыруға болады ма? Болады. Себебі ертегінің бәрі балалар үшін жазылмаған. Біз егер де халық ертегісін қарастыратын болсақ, негізі мынау сізге бір қызық айтайын ба, 18 ғасырда ғана ертегі және бала деген ассоциация пайда болған. Ал оған дейін ертегі үлкен адамдарға айтылатын, кәдімгі жыр сияқты сондай бір категорияда болған, типте болған. Сондықтан да ертегінің өте дұрыс таңдаудан өткізбесе, оны жақсылығынан гөрі көп зияны бар. Себебі, мысалы, мынандай бір ертегілерді айтайық. Бұл жаңағы басты кейіпкері өліп қалатын ертегі, бұл бауырсақ ертегісін жатқызамын мен өзім көбіне. Себебі адам осы баланы тыңдап отырған кезде, ол өзін сол кейіпкермін деп отырады да. Басты кейіпкер өліп қалған кезде, онда қорқыныш пайда болады баланың бойында. Өте танымал қызыл телпек, красная шапочка. Сол кезде қасқыр жеп қойыпты деген кезде, ана қызыл телпек менмін деп ойлап келе жатыр ғой. Бұның да негізі тәрбиелік орны бар, бұл ертегінің ата-анасының рұқсатынсыз шығып кетпеу, бірақ бұның тәрбиесінен гөрі зияны көбірек, баланың бойына қорқыныш орнатады. Бұл қорқынышты біз кейін бірер жылдан кейін қайдан шықты, неден пайда болды деп қарастыруымыз мүмкін. Енді жаңа сіз ертегі жазуға шешім қабылдадым деп жатырсыз ғой. Соған қарағанда негізі әр ата-ана өзі ертегі жаза алады ғой негізінен. Егер де жазудың дұрыс әдіс тәсілін білсе, өзінің баласының қажеттілігіне сай ертегі жаза алады деп ойлаймын. Осыған байланысты сіздің ойыңыз қандай? Егер де ата-ана жазудың қыр-сырын білсе, әрине, әдемі өре алатын болса сөздерімен, және де дұрыс ақиқатты бере алатын болса, дұрыс теориялық жағын білетін болса, әрине мүмкін. Бірақ та бұл жерде кішкене баласын біліп, әрі осындай бір ертегі жазудың, ертегі таңдаудың мүмкін қыр-сырларын білгені дұрысырақ. Енді осы жерде маған тағы да бір керемет бір идея туындап тұр. Енді бұл ертегі жазуды ата-ана үйрене алады деп жатырмыз, және балаға пайдасы өте зор деп жатырмыз. Онда неге осы біздің YouTube каналындағы оқырмандарға, жалпы менің бақытты отбасыдағы ата-аналарыма арнап, осындай бір ертегі терапиясы секілді бір курс ұйымдастырмасқа, осындай бір курс ұйымдастырмақ болсақ, бұған сіз қалай қарар едіңіз? Осы жерде Елжас ағай, сіз бірнеше жылдар бойы балалардың тәрбиесін ата-анаға өте маңызды екенін айтып келе жатсыз, және сіздің артыңыздан тыңдайтын ата-аналар көбейді. Оған өте қуаныштымын. Егер де менің бұл білімім, бұл ертегі терапия ата-аналарға өте көп пайдасын алып келетін болса, неге жазбасқа? Неге бастамасқа? Себебі бұл бала мен ата-ананың қарым-қатынасын өте жақсартатын және белгілі бір тәрбие методы ретінде өте таптырмас құрал. Онда өте тамаша, бұл мүмкіндікті жібермей, бұны міндетті түрде біздің оқырмандармен бөлісу керек деп ойлаймын. Құрметті менің YouTube каналымдағы оқырмандарым, жалпы бақытты отбасының ата-аналары, біз жақын арада онда сіздерге арнап осы ертегіге саяхат, жалпы ертегінің қыр-сырын меңгеруге байланысты керемет бір курс
контент дайындайық. Алдағы уақытта сіздермен бұны бөлісеміз. Осы курсқа қатысып, сіздер де өздеріңіздің балаларыңызға дұрыс ертек таңдау, дұрыс ертек айту және де ең бастысы балаңыздың дамуына қажетті ертегіні жазуға байланысты бір маманның кеңестерін тыңдау мүмкіндігін біз сіздерге ұсынайық. Егер бұл тақырып сізге қызық болса және де осындай бір курс дайындаса қатысар едім десеңіз, онда сізден өтініш осы видеоның астына комментарийға өзіңіздің номеріңізді қалдырыңыз. Біз курс дайын бола салған кезде сізге хабарласып толық ақпарат жіберетін боламыз. Онда біздің керемет курсымызда кездескенше.